аса тарихы бар Беруне қаласы Владимир Ильич Ленин атындағы мектептің 81 жылғы түлектері Ахмедов Бақытжан мен Мұратбаева Клара. Қарсы алыңыздар. Бүгінгі 45 жылдық кездесуге арнайы келіп отырған Жолдасов Әуесбай мен Мамутова Нағима. Ортада қарсы алыңыздар. Айшуақов Мақсет пен Юсупова Рая. Алдарыңызда қарсы алыңыздар. Оразов Мақсет пен Тойымбетова Фатима. Алдарыңызда қарсы алыңыздар. Келесі Бердалиев Бақыт, Сайынова Құралай, Бекуллаев Мақсет. Дәптер оқып жүрген сәттер, көңілімнің көркем көктемі. Мектебім киелі қастерлемегенім, өзіңмен биікке жетемін. Қоңыраудың үні жүрегіме жылы, ойласам қуанып кетемін. Жайсан жандар тілең ереке деп білем, мектебімде жүрген әр күнім. Өлең жырды жаттап, балалықтан аттап, менің көңілімдегі бақта гүлдерің өзіме ғана жарасып туған. Әппағым менің, әппағым менің, ақтағым менің, тәттәнім менің, көңілімдегі бақта гүлдерің өзіме ғана жарасып туған. Әппағым менің, әппағым менің, өзіме ғана саласындай, бір атаның баласындай, көздің ақ қарасындай төрт көзіміз түгел жиналып болған болсақ, армысыздар, бармысыздар, осынау кешке жиылған, Алладан ризық бұйырған, шет-шетінен ақ көңіл, шет-шетінен мейірбан, бәйтеректің бұтақтары, асылдың ұнтақтары, той десе тасылып шашылатын, мына Беруне қаласының ұрпақтары. Мінекей бүгінгі Маңжылдан аса тарихы бар Беруне қаласындағы Владимир Ильич Ленин атындағы мектепті 1981 жылы бітірген түлектер бүгінгі 45 жылдық кездесу болсаңыздар, мына 2026 жылы 45 жыл толды. Арамызда осы 45 жылдың арасында дүниеден өткен ұстаздарымызды, класстас достарымызды бір еске алып, отырысымыздың басында бір Құран бағыштап жіберсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Я жаратушы алған патшалардың патшасы, Раббымыздың Раббысы, жер мен көктің иесі, жанымыз бен тәніміздің иесі, аса мейірімді жаратушы Аллам, өзіңе мадақтар айтып, өзіңе құлшылық жасаймыз Алла. Ой жүректе жатталады, тізгінді қолға алған соң әрине асаба тойды басқарады. Енді бір сөзді кезегін бір кісіге беремін, одан кейін бір асаба алаңына, Ақтектің төріне, бағана 45 жыл деген жазуды аласыз. Алла берген, қошамет бере ортаға. Келіңіздер. Билеп білеміз ба?
Tembirini sürüp geldiler. Oh, hadi. Hop. Aynen. Ya, енді ya. Бойға қараймыз ба, шашқа қараймыз ба, басқа қараймыз ба? Кеудеге қараймыз ба? Осы кезге дейін қайда болдыңдар, не істедіңдер, қосып кішкене қысқа өмір баян айтып кетсеңіздер. Кеш жарық баршаңызға Алла тағала міне дайым 45 жыл юбилейімізді өткізіп жатырмыз. Осы күнге жеткізгенге мың рахмет. Мына праведникке сөз берсең, вагонда болғанын айтады дейді. Ғалымдарға сөз берсең, сол баяғы ғашық болып жүрген ойларын айтады дейді. Қойшыларға сөз берсең, семірген қойларын айтады дейді. Боксерға сөз берсең, тек қана жеңген бойларын айтады дейді. Жамандарға сөз берсең, қайдағы мен жайдағын айтады дейді. Тамадаға сөз берсең, баяғы тойларын айтады дейді. Мына қазір Бақытжан менен Клараға сөз берсең, қан ағызтып, майын тамызтып, сөзін қайман айтады дейді. Олай болса қарекей ортаға. Бақытжан менен Клараны шақырайық ортаға. Қызым жолы жеңіске ол. Осы 45 жыл ғарықтан Қашу андай мындай. Неде жатардай болады? Сол жер қыз қайта. Сол жер қыз. Не болды? 8-ші класс кезінде. Так. Бізге бір жаңа мұғалім келген. Бір-екі. Келді, біз Татарстанға бардық. Сол кездері скрипачтар жетіспейді, бізді жұмысқа алған. 3-ші курста оқып жүріп, біз оркестрге қатып, сол Татарстанға бардық. Ең бірінші скрипачы. Мен скрипка бәрін әкеп көрдім, қазір көрсем, гитара бәрі бар. 45 жылдың басын жинап отырмыз. 45 жылдық неше жылда Фатиманы биді көріп отырмын да. Сөлбектен жазып көрмегеннен 40 жылдай тоқ сөйлеп көрмеген. Бірақ жүрсек те. 2013 жылға көшіп келдік. Мана Аманбысың көз көрген қал жақсыма, жақсылықты тілеймін әрқайсыңа. Бәріңнің де алатын өз орның бар, сендерді кем көремін шын асауға. Сыйласқандар, араласқан туыстай боп қимашымды. Бір жүргендер, бір білгендер, сендер аман болыңдар шай көз көргендер. Ойымызды бөлісіп бір жүргендер, қалжыңымыз жарасып бір күлгендер. Сол кездер қимастықпен еске түсер, қайда жүрсең аман бол шай көз көргендер. Болсақ та бұрын соң алыс, болайық жақыннан таныс. Әуенге ырғалып бірге, ортада билейік вальс. Хор қызы секілді бейне, отырсың көңілді күйде. Қолымды ұсынып саған, келіңіз шақырам биге. Bir kuple sayılmasını ayıp versek priz alasın. Aytarsan gibi. Молодец қараңдар, еш қобалжу жоқ, таза. Дауыс жетпейтін шығар, жоқ, таза алды молодец. Бәрекелді бар. Бар, абда, ұстап тұр. Қайсы әкен айтады.
Kayda kapı koydum ha. Taza James. Taza James ya. Arada bir notan koysa bitmezdir. Dibede balana. Bu ayta müzikasını yadlap kalganımızda bu bilen ayta ver. Artık bala bağırmana mez olasın şarvana divur kirşi vurdu jepime göz balasın sağınğanda arvana deniz dendi kirşi vurdu jepime ramrodasın sağınğanda arvana Mahabat деген қандайды қарасаң көзің талмайды сағынған жанға жете алмай қаншама гүлдер қаншама гүл Әнші көп екен де, молодец так. Неше қыз? Үш қыз тауып алдым мен әнші. Ертең айтып барамын мына жаққа. Камерадан көрсетем әкімге. Я, міне участок берсең осыларға бер деп. Гүлдәрі мына жаққа шығамыз. Бақшаны мына жақтан. Атсыздатқан ең ішінде шоштыры жігітіміз бен қызымызға арнайы приз. Молодец. Қалай? Өткен үшін приз керек, анан бәрі тарату керек. Келіңіздер. Келіңіздер мияқа. О, нелер келеміз қыздар бірге. Қараңыздар, қыздар келетті, кімнің фигурасы бәрі отлично болса да, мода көрсетті, жүрсе де алады. Шаш де. Ой, жүрсен, шаш деп жүрсін де бар. Кемді керек талды. Деп тұрсаңыз да болады. Бұлар асып тұрса, айланса да болады. Айлап қорғай қайта орнымызға барамыз депті. Қарай. Жүрге сұрап отырса, приз. Байқа, ол керек просто өтіп тұрған. Керек кемді қайда. Қара, қалай жүріс? Мен 2026-да Теректі айланып, терекке сүйеніп тұрады. Терекке сүйеніп тұрады. Қарағын көтереді арасында. Красавица! Мен солай көрінді,
Қошеметтеп отырайық. Красавица. Мисс 2026. Терек қимылдамайды. Қайдан кете беріп орнына барамыз. Жүрекке барамыз. Мисс Красавица Королева. Не деген фигура. Жүректен не деген фигура, не деген жүріс. Теректі айналамыз, терекке сүйенеміз. Кетіп тұра. Не деген жүріс. Керемет. Молодцы. Қыл суырғандай, балықты өз майына қорғандай. Қапшымен ешек тұрмаң ба? Қандай өнер бар сіздерде? Мұнда жаным дейді болғаны. Ай, жігіттер, қыздар қазір жаным деп біртіндеп сөйлейді, сол кездері кімнің әйелі жаным десе, сол масқара айтқан кезде қарап қойғанда күмән пайда болады. Ал кеттік бір жігіттен бастап тек жаным деген сөзді айтасыздар болғаны. Жаным. ешкім қарамайды ғой. Все. Жаным. О, қызға. Келіңдер. Молодцы. Қошеметтеп қояйық. Ниеттенген. Қошеметтеп қояйық мына честно. Вот. Молодцы. Бірінші орында тұрасыз. Пока молодец. Вообще, түріне, я? Сенікі... Даусын қатып шықпай қалды ма? Жаным. Бақытжан бересіз бе? Қалдырсың. Бақытжан неге қараған мен түсінбей қалдым. Қарамаймыз, өзіңнің әйелің болмаса қарама. Ал, ары қарай. Кімге кет? Не деген аққараңыздар. Бірден сезеді ғой. Қошеметтеп қояйық біле. Бірден сезеді. Келіңіздер. Әуесбай, бол сен кел. Молодец. Отқандар болсын. Қошеметтеп қояйық. Қараңыздар. Келіңіздер. Жаным. Bismillah, bismillah. Baykanızlar, narушение болмасын, байқа. Осторожно болу керек. Солай ма? Қарауға болмайды. Жаным. Мен неге тапқаным сен? Енді болмайды білесіз. Ал енді баяғы біздің бір ләңгі ойнағансыздар ма? Бір ләңгі деген өлең бар еді, соны тартудан қаламыз. Ей, кез қайда асығатыр ләңгі ойнаған, доп теуіп тесіктері бар байлаған,
Ақырдай түсінбеймін осы неге мәңгілік бала болып қалмайды адам есейген қандай жаман ей бар бала собы қайда сыныпта дос қайда шұлық десіп шұлықта солармен асық салып ойнар едім алдымнан бір шықса ғой күліп тағы кетті ғой құрып бәрі сол кездер оралмай ма есігін қақпай кіріп тар үйіне отыратын едім ғой төрінде мен өтті ғой қазір сол қызықтың қайда бәрі ішім дүркеп барады қайқалауы сағынады адамдар өткен шағым қазіргі түрін көрсе айнадағы қазіргі түрін көрсе айнадағы бәрі келмеске айналады айта берейін ба бір ай бойы күттіріп сағынтасың пенсия мәсім менен калышты жаңартасың пенсия ауылдағы астойға жарап тұрған пенсия келінімнің көздері санап тұрған пенсия бар жоғыңды түгелдер мейірімдісің пенсия сауын сиыр секілді желімдісің пенсия түскен кезде қалтаға күйдіресің пенсия немеремді бетімнен сүйдіресің пенсия ауылдағы астойға жарап тұрған пенсия алған кезде алғысқа бөленесің пенсия себеппенен мусорға төленесің пенсия екеселеп көбейсе сүйіндірген пенсия маңдайдағы әжімді жазып тұрған пенсия таусылғанда қалтаңды қазып тұрған пенсия берекеңді аяма ал ендеше құрметті класстастар құрдастар келесі сөздің кезегі жақсы бір тілектің кезегі келіп тұрған сияқты мына алатаудай ақ тілегін алақандай жүрегіне сыйдырып келіп отырған біздің Мақсет пенен Фатима бар ма жерде қане қошемет қимастықпен сыйластықпен қошеметпен құрметпен ақ тілектің төріне асаба алаңына шақырамыз келіңіздер сіздерді жақсылап бір тілек айтып беріңіздер Мақсет Фатима Мақсет қашпа деймін не дейінші ал кімде бастаймыз қыздан одан құрметті құрбы құрдастар бірге оқыған класстастар міне мен бәрін 45 жылда көріп жатырмын мектеп бітіргелі көрген жоқпын пенсияға шыққанда көріп жатырмын міне бәріне қуаныштымын бұл жасқа жеткен де бар жетпеген де бар қуаныштымыз рахмет басымызды қосып осындай ұйымдастырып бәрімізді қуаныштап бөлеп жатқандарға көп рахмет ұйымдастырған қыздарға балдарға ауызбіршілікті болып бір жеңнен қол бір жағадан бас шығарып ауызбіршілікті болып бәріне рахмет қуаныштымыз бәріңе осы күнге жеткенімізге бәріңіз ата әже болдыңыздар немере шөбере көріңіздер қызығын көріңіздер 50 жылдық 60 жылдық осы шақырып бір-бірімізді осылай ортамыз толып отыра берейік ойнап бір жасарып қалып бәріміз көп рахмет бәріңізге бәріңіз жақсы күндеріңіз көп болсын осындай той домалақ көп болсын бәріңе жұғысты болсын сіздерге де жұғысты болсын 50 жылдық 60 жылдық рахмет сіздерге біз қызбыз төркіндеп келе жатырмыз балдарға сіздерге көп рахмет қызметтер алладан қайтсын қуаныштымыз мінекей бір себебіміз бір жиналып қалдық міне әдеме 45 жыл болып қалыпты сендер ұйымдастырғаныңызға сондай
жылдан жылға есен денсаулықпен жете берейік. 60 жыл, 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл дегендей. Уақыт бетін ұрлықшы, уақыт бетін ұрлықшы, Асылмаған әлемде сағынышы, хайран жатты жанының жалғызы. Әнді сүйем әлемді мәңгі, ертең қатар еркелер, ертең қатар еркелер, Denizde жайғаған сағынып айтамын, келсеңші қайтадан, қайран жастық, қайран жастық, қайран жастық. Жас деген ойнақтаған, тай мініп жабағына ойнақтатқан. Келген соң одан ары 15 жас бар, жастық шақ еш нәрсені ойлатпаған. 20-да өз жүзіңді түзейсің ғой, шашыңды кейін қарай күзейсің ғой. Келген соң одан ары 25 жас, үлгісін ағалардан алғаннан соң ой ойлап, әр нәрсені жүдейсің ғой. 30-да үй иесі боласың ғой, балаңды әлдеге қағып баласың ғой. Келген соң одан ары 35 жас, жігітті қыдырыстан қаласың ғой. Бір жас бар қылық деген қылыш екен, мойныңды бір жұмысқа алып бұрыс деген. Келген соң одан ары 45 жас борышты болмағаның дұрыс екен. 50-де ебін келмес, еңкейгенмен терек. Қыздарға қолың жетпес көргенмен. Келген соң 55 жас, 60 жасқа шалбал ойнайсың ғой кемпірлермен. 70-те жер таянбай жүре алмайсың, қолға таяқ алмай жүре алмайсың. Балаң мен кемпіріңе тілің өтпей, әңгіме топ ішінде құра алмайсың. 80-де шалбаларсың шәйгілдеген, жел соқса желмен бірге епілдеген. Балаң мен келініңе тілің өтпей, іренсізіп отырғаның кемпірмен. 90-да шалбаларсың томыртқадай, тастаған шалабы жүн мүжіп омыртқадай. Әр нәрсе қысқа жіптің күрмеуіндей қаласын шіреген бір жұмыртқадай деп. Өмірді өтеріне сенгің келмес, даже дұшпаның жазатайын бергің келмес. Келгенде жасың жүзге, жаның тәтті, қойнына қара жердің кіргің келмес дейді. Өмір жастарың ұзақ болсын яғни. Осы балашаға деп баяғыда, ана үйленейін деп жатыр, мынау қыз алып қашып кетті, мынау үйленді, ура, ана тұрмысқа шығып жатыр, тойына бас, жас кезде тойларға бардық та, өмір деген соған дейін екен ғой. Өйткені Құдай итті жаратыпты. Ит, саған 20 жыл өмір берем, сен есіктің алдында үріп тұрасың, үйді қорғап жүресің. Сонда жаңағы азаннан кешке дейін қорғайын ба? Круглый сутки қорғайсың үйді. Сонда жаңа ит Құдайға айтады деп, Құдай, мына 20 жылың көп екен, мына 10 жылыңызды қайтып аласыз ба? Құдай, кем ғой, жарайды депті, 10 жылды қайтып бер, 10 жыл маған жетеді, кешке дейін үріп жүретін болсам. Сөйтіп, бір күні мүшелер сұрайды дейді, сен қашан демаласың десе? Мен адам демалған кезде демаламын. Көз сенші? Мен де сол. Қол, аяқ бәрі соны айтады. Асқазан сенші? Мен тамақ жемеген кезінде демаламын. Жүрек сенші десе, жүрек үндемейді дейді. Жүрек, сен неге үндемей тұрсың? Сен демалмайсың біз. Жүрек, жоқ, мен демалуға болмайды. Мен демалсам адамның өмірі тоқтайды. Сондықтан маған айтпашы, маған демалуға болады дейді бір кезде жүрек. Қай кезде демаласың? Мен демаламын қай кезде адамдар бір-біріне жылы сөз айтса. Осындай бір-бірімізге жылы сөздер айтып жүрейік. Сонымен бізде қазір заключительный тост сияқты бақыт, құралай, мақсат қалып тұр. Шақырайық па? Тіріңгешкетке қарай. Бармай есаттама. Қара қошемет берен ортаға бақыт, құралай, мақсат шақырайық. Келіңіздер, билеп шығамыз ба? Болса шу керек қой. Шойға келгенде болса шу керек қой. Бір қыз, екі жігіт. Қайсысынан бастайық? Мақсат те алыстан келді ма? Ассалаумағалейкум, класстастар, қыздар.
міне бүгін 45 жылдық мерекеміз мына құтты болсын, міне ауызбіршілікті беріп жатырмыз, міне ұзағынан болсын қуанышты күндерің. Мына ұйымдастырып жатқан класстас қыздарымызға, балаларымызға шексіз рахмет. Мына тамадамызда күшті өтіріп жатыр, рахмет сізге деп видеоға түсіріп жатыр. Мың алғыс сендерге, күшті рахмет бәріңе де. Мына отырған барлығында бала шағаның рахатын көріп, үлкен семья болыңдар. Әрқашанда өстіп ойнап күліп жүре берейік, бас қосып. Осындай отырыспаларымыз Құдайым 50 жылдық болсын, 60 жылдық болсын, 70 жылдық болсын. Құдайым барлығымыз тегіс отырғаймыз осындай отырыспада. Барлығымызға шексіз рахмет. Ұзақтан келген қыздарымыз бар, балаларымыз бар, класстас. Рахмет сендерге де шексіз. Келе алмағандарға да рахмет. Көріп отырған шығар енді класстастар. Рахмет бәріңе де. Құдайым отырыспаларымыз мәңгі болсын. Кімге аласың, оны Құдай қосады дегені сол. Осы жұбайыңменен қосылатыны сол. А класстас дегенді өзің таппайсың. Құдай тағала сол мектепке әке-шешең алып барады. Ол мектепке білесің. Ел қадірі есімнен жаңылғанда, жер қадірін білерсің сағынғанда. Даже түйедей болып көрінер түймемізде, ойда жоқта жоғалып табылғанда. Өлі балық кезік өлмегенге, бұлақ су балдатыр шөл дегенге, ағайынның қадірін түсінерміз, Аллаға рахмет апарып жерлегенде. Құдай ағайынның қадірін құрдастарына класстың қыздарында отыратын, Ені қандай? Бағана гүл алған қыздар 6-7 бұларды басылған ғой. Ал, міне, құрдастарыңыз, осының бәрін ұйымдастырып жүрген қыздар, осы қыздарға бір кезең бірек бұл қыздарда өздерінің жылы лебіздерін білдірсін. Жігіттеріміз жасарып, қуанып, 11 класс жағы 17 қыз болып жүр ғой неше күннен бері. Соның бәрі сіздердің арқаларыңыз, сіздерді ойлап, көз алдына келтіріп, қуанып. Қанша күн болды бастағанда, содан бері жасарып кетті ғой. Ағаның ұштары қарайып. Жоқ, боямады өзі қарайып. Сен қашан қой бердің? Февраль, Декабрда басталған. Сол. 7 айдан бері жасарып, шүкір, осы күнге жеткенімізге шүкір. Алыстан келген сіздерге де рахмет, сыйлап, осылай құрметтеп, класстастарымызды көреміз деп қуанып. Міне бүгін қарап отырмыз, бәріміз жас болып күліп, ойнап, қатарларыңызбенен. Мысалы, жастарымыз ойнап барсақ, біз бұлай отыра алмаймыз, ұяламыз. Қонақтар 64-тің ару қыздары, жігіттері, арыстандай жігіттері. Міне бүгін 45 жылдық мерейтой беріп жатқан екенсіздер. Құдайым 50 жылдық, 60 жылдықта да осындай отыра берейік. Барлықтарыңыздың семьяңызға жақсы күндеріңіз, тойлар болсын. Жігіттер қарап отырған билейік қане, қыздармен бірге.
Мәңгі шаттық жоқ дейсің, мәңгі қайғы бар ма не? Бұйырған бақыт дейді, кімге қайғы жетпейді? Жетпейтін қу дүние, ешкімге де жетпейді. Иманыңа берік бол, Алла retпейді. Аға. Осындайда келші қайық бәріміз, өмірімізде татық бүгін, бақыт жолын іздеген, достық көңілі, достық сезім, әрқашанда бізбенен. Достар жүрсін қайда, біргеді ғой жанымыз, еске алысып осындайда келші Құрбым жан құрбым бала кезімде бақыт көріп қара көзіңне кеттің ұмытып мәңгі ұмыттым жібін үздің ғой нәзік үміттің кеттің ұмытып